Баршаңызға сәлем. Йогурттың пайдасы атты жобамыздың екінші бөлімін жалғастырамыз. Алдымен арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. 10-шы пайдасы жүрек тамыр жүйесінің жұмысы жақсарады. Бұл жүйкені нығайтады, көңіл күйді жақсартады және депрессия қаупінің алдын алады. 12-ші йогурт ішек инфекцияларын қалпына келтіруге көмектеседі. Егер сіз антибиотиктерді қабылдаған болсаңыз, йогуртты жеген пайдалы, өйткені бұл препараттар тобының ішек шырышты қабығына теріс әсерін азайтады. Йогурт саңырауқұлақ инфекциясын басады. Йогурт ақуыздың керемет көзі. Табиғи йогурт құрамында 10-14 грамм ақуыз бар. Бұл кез келген адамға ұсынылатын күнделікті тұтынудың 20%-ын құрайды. Йогурт холестерин деңгейін төмендетеді. Асқа йогуртты қосу холестерин деңгейіне әсер етуі мүмкін деген пікір бар. Йогурт әмбебап өнім. Йогурттың зияны: сапасы жасалған йогурттар табиғи компоненттер үшін химиялық қоспалар беріледі. Өндірушілер көбінесе күшті және денсаулыққа қауіпті канцерогендер болып табылатын хош иісті күшейткіштерді пайдаланады. Стоматологтар йогуртқа теріс қарайды, өйткені олар шоколад, карамель және шырындар сияқты тіс емалін бұзады. Құрамында 3 есе көп қант бар йогурттарды шамадан тыс тұтыну денеге айтарлықтай зиян келтіріп, қант диабетінің дамуына әкелуі мүмкін. Өнімдердің төзімділігі әртүрлі болғандықтан, йогурттарды ұзақ уақыт қолдану бүйрек тастарының пайда болуына, тоқ ішекте түзілуге және құрысуларға әкелуі мүмкін. Бұл әрине сапасы жасалған йогурттарға қатысты айтылған мәлімет. Ал тірі йогурттар ағзаға нағыз пайдалы өнім болып табылады. Йогурттар қауіп төндіруі мүмкін бе? Әрине, қантты шырын зат алмасудың бұзылуы кариес буын қозғалу аппараттарын бұзады. Жартылай табиғи хош иістер аллергия және асты қорыталмау жағдайына әкелуі мүмкін. Йогурттың құрамы: химиялық құрамы бойынша йогурт айранға ұқсас және адам ағзасына осындай әсер етеді. Үйдегі өнімнің калория мөлшері төмен және 100 граммға 66-8 килокалория құрайды. Сатып алынған табиғи йогурттың 5% май, энергия мөлшері 5-7,1 килокалория. Йогурттың 100 грамм тағамдық құндылығы: ашытылған сүт өнімінің 100 грамм химиялық құрамы кесте түрінде ұсынылды. Бұл әрине таза йогурттарға арналған ақпарат. Бифидобактериялар, жеміс қоспалары, крахмал, Е14-42, 14-22 қоюландырғыштары, қышқыл реттеушілер, лимонная кислота, натрий цитраты, пектин Е440, гуаркамеда Е412, кармин Е120, антоциан Е163, жекелеген хош иістендіргіштер, лактоза. Қауіпсіз йогурт қандай талапқа сай болуы керек? Йогурт болгар таяқшасы және термофильді стрептококтан тұруы қажет. Сақталу мерзімінің аяғында осындай белгісі болуы қажет. Кез келген йогурт тірі микроорганизмдерден тұруы керек. Өнім ешқашан термоөңдеуден өткен болмауы қажет. Сақтау мерзімі: тірі бактериялар 5-7, ары кеткенде 30 күн өмір сүре алады. Сақтау шарты: сақтау температурасы +4-тен +6 градусқа дейін ғана болуы қажет. Полистирол қосылмаған болу керек. Бұлардың бәрін сыртқы жазулардан байқауға болады. ГМО, консерванттар, қоюландырғыштар, крахмал, дәм беруші және басқа да қоспалар жоқ болуы қажет. Йогуртқа қауіпті микроорганизмдер қосылуы мүмкін. Сонымен табиғи тірі йогурт сүтке қарағанда оңай сіңіріледі, асқазан ішек жолдарының жұмысына көмектеседі, тағамдардың оңай қорытылуына көмектеседі, асқазан инфекциясынан кейін қалыпқа келуге көмектеседі, ақуыздардың мол қоры, кальцийдің бай қоры,
саңырауқұлақ инфекцияларын жояды, иммунитетті көтереді. Тәжірибе жасап көрейік. Әрі қарай біз дүкендер ұсынатын йогурттардың құрамын зерттеуге шешім қабылдадық. Біз Растишка, Нежный, Фруттис, Данон, Активия сияқты танымал маркалы йогурттарды сатып алдық. Нөмірі 1 тәжірибе бойынша йогурттың атауы, құрамы, қауіпті болуы мүмкін қоспалар, қорытынды ұсыныс. Растишка, мысалы, қалыпқа келтірілген сүт, құрамында йогурт ашытпасы, жемісті қоспалар, фруктоза, жүгері, крахмалы, лимон және қойытылған құлпынай шырыны, Д витамині өнімдегі сүт қышқылы микроорганизмдердің құрамы кемінде 1,10 коеграмм белгісі бар. Бояғыш антоциан, табиғи хош иістенгіш қант бар екен. Қорытынды, құрамында тірі сүт қышқылы микроорганизмдері бар, дене үшін пайдалы өнім ретінде ұсынуға болады. Басқа өнімдерді осылай қарап шықсаңыз болады. Данон, қалыпты сүт, майсы сүт, кілегей майсы сүт ұнтағы йогурт ашытқысы, өнімдегі сүт қышқылы микроорганизмдердің құрамы кемінде 1,10 коег құрайды. Қауіпті болуы мүмкін қоспалары жоқ, құрамында тірі сүт қышқылы микроорганизмдері бар, дене үшін пайдалы өнім ретінде ұсынуға болады. Активия, қалыпқа келтірілген сүт, құрғақ сүттен қалпына келтірілген сүт, йогурт ашытқысы, актеригулярис бифидобактериялары бар, қауіпті қоспалары жоқ, құрамында тірі бактериялары бар, дене үшін пайдалы өнім ретінде ұсынуға болады. Екінші тәжірибе, этикеткаға қарап йогуртты құрамына талдау. Үшінші тәжірибе, йогурттарда крахмал бар ма, жоқ па, соны тексеру үшін біз тәжірибе жасадық. Йогуртқа 1 тамшы йод құйылды. Егер йод көк түске айналса, онда өнімде крахмал бар және оны жеу ұсынылмайды. Тек Данон және Активия және Растишка йогурттарында Данон өндірушісі йод көкке боялмады. Демек, бұл өнімдерде крахмал жоқ. Негізінен осы өнімдерді пайдалануды ұсынамыз. Йогуртты үйде дайындау, сүтті пісіру, шыны ыдысқа құю, 50 градусқа дейін суыту, банкадағы сүтке 1 қасық йогурт қосамыз, жақсылап араластырамыз. Үшінші банканы жақсылап орап, 5 сағатқа қойып қоямыз. Ораманы ашқанда йогурт дайын болады. Қорытынды. Йогурт кальцийдің жақсы көзі. Бұл сүтті ұнатпайтын адамдар үшін өте маңызды. Бұл өнімді тағамға үнемі тұтыну, ас қорыту мен зат алмасуды жақсартуға көмектеседі. Екінші, йогурт құрамындағы компоненттер мен ферменттер организмнен зиян заттар мен токсиндерді кетіреді, инфекцияларға төзімділікті арттырады. Үшінші, йогурт ақуыздарға, минералды тұздарға, ферменттер мен дәрумендерге бай, тіпті Д және В12 сияқты сирек кездесетін дәрумендер бар. Йогурт ішек бактерияларына өздерінің сүйікті тамағы лактозаны береді. Ішек микрофлорасы антибиотиктермен бұзылғандарға дәрігерлер оны қалпына келтіру үшін йогурт ішуді ұсынады. Төртінші, йогурт табиғи антибиотик, ол амебалардың кейбір түрлерін және стафилококктар және сүзек таяқшалар сияқты қауіпті бактерияларды жоя алады. Дегенмен дүкенге келгенде адам ағзасына пайдалы болу үшін жоғарыда келтірілген нұсқаулықты сақтай отырып таңдаған жөн. Осылайша йогурт бұл адам денсаулығына жан-жақты әсер ететін өте пайдалы өнім. Зерттеулердің үлкен ауқымы оның қолайлы әсерін растайды. Таңдау кезінде өнім денеге зиян келтіруі мүмкін қарсы көрсеткіштердің белгілі бір тізімін ескеру қажет. Сондай-ақ құрамына назар аудару керек. Ұсыныстар жадынамада көрсетілгенде йогурттарды сатып алғанда оның талаптарға сай болуына назар аудару, жақсы және пайдалы йогуртты таңдаудың алғышарттарын білу, сақтау мерзіміне басты назар аудару. Осымен жобамыз аяқталды. Бейнебаянымыз ұнаса, арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіздер. Алда тағы да қызықты жобалар ұсынатын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Пайдалы, таза йогурттарды пайдалануды ұмытпаңыздар.